Hello, my little friend. Қалай жас досым? Мені сағындың ба? Мен мысалы, сені өте қатты сағындым. Сенмен кездесуді асыға күттім. Бүгін біз сенімен өте қызық тақырыпты өтеміз. Бірақ осының алдында өткен тақырыбымызды қайталап алайық. Мысалы, әке ағылшын тілінде қалай болады? Дұрыс, daddy. Ал ана? Әрине, бұл mommy. Ал әпкеше? Well done, бұл sister. Ал аға? Я, бұл brother. Керемет, бұрынғы сабақты сен жақсы түсініп алыпсың. Енді жаңа сабағымызды бастап көрейік. Let's go! Бүгінгі сабақта біз түстерді үйренеміз. Менің қолымдағы қарындаштарға қарашы. Олар өте әдемі. Ал олардың қандай түстер екенін білесің бе? Қазір саған көмектесемін. Мысалы, бұл қандай түс? Дұрыс айтасың. Бұл қызыл түс. Ал қызыл түс ағылшын тілінде red болады. Қызыл, red. Енді қайталап көрейік. Red. 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 Керемет. Енді келесі кезекте бізде осы түс. Осы бізде ол сары түс, иә? Ал сары түс ағылшын тілінде yellow. Yellow. Енді сенің кезегің. Yellow. Yellow. Супер. Енді келесі кезекте бізде енді саған бір сұрақ қояйыншы. Сен далаға шыққан кезде жаңбыр жоқ, сен қатты қуанып ойнап жүрсің. Сол кезде аспан қандай болып тұрады? Дәл таптың. Ол көк түсті болады, иә? Ал көк түсті ағылшын тілінде blue деп айтамыз. Көк, blue. Енді қайталап көрейік. Blue. Blue. Енді менің сүйікті түсім ол жасыл. Жасылдың ағылшын тілінде қалай болатынын білесің бе? Мен саған көмектесіп жіберейін. Ол green. 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 Керемет. Енді саған тағы бір сұрақ қойсам бола ма? Енді қара, сен шоколад жеп отырсың. Шоколадқа тамсанып қарайсың. Сол кезде қарасаң ол қандай түсті? Дұрыс. Ол деген қоңыр түсті. Қоңыр. Brown. 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 Енді сенің кезегің. Brown. Brown. Супер. Енді соңғы кезекте бізде қара түс. Қара түс менің үстелімде көп кездеседі, иә? Ал осы заттарды ағылшынша айту үшін сен жай ғана black деп айтасың. Black. Black. Енді сенің кезегің. Black. Black. Өте керемет. Енді саған бір тапсырма беріп көрейін. Менің үстелімде қызыл түсті заттарды тауып көре аласың ба? Дұрыс айтасың. Менің киімімде қызыл түсті ғой. Я, дұрыс айтасың. Қарындаш та қызыл түсті. Тағы ойланып көр. Өзімде есімнен де шығып кетіпті ғой. Мына кітаптың өзі де қызыл түсті ғой. Тағы ойланып көр. Дұрыс айтасың. Әрине, осы маркер. Соңғы кезекте бұл затты сендердің тек зеңгілерің ғана тауып алады. Я, бұл қызыл түсті қалам. Енді жасылға көшіп көрейік. Дұрыс айтасың. Жасыл маркер. Енді жасыл қарындаш. Жасыл қарындаш. Түрлі түсті емес. Және жасыл түсті қалам. Сен барлығын мен ойлағандарымды тез тауып қойыпсың ғой. Сен өте зерек бала екенсің. Енді саған бір тапсырма.
өзіңнің бөлмеңе кірген кезде өзіңнің заттарыңды ағылшынша атап жүр. Сіздермен болған Магдабек Ахмет және жетіл. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар. See you soon!